көрдіңіздер, иә? Енді сіздер әрқайсысы жазу бойынша бағана айтқан оқу мақсаты, білім деңгейі уже жинақтау болады. Талдау жинақтау болады, қолдану жинақтау болады. Сосын бағалау шаралары болады. Критерий қойсақтыр, иә? Құрылымын, мысалы үшін, репортаждың құрылымын, стилін, жанрын сақтай отырып, тақырыпқа сәйкес репортаж жазады деуге болады, иә? Мысалы, деуге болады. Критерий болған кезде. Сосын тапсырмада сіздер уже қайта қоймайсыздар, тапсырма уже нақты ситуацияға келу керек. Мысалы үшін, ситуация қандай? Қазіргі жағдай ғой. Именно осы тақырыпқа сәйкес, оқиға орнынан репортаж жазыңдар дейсіздер тапсырмаға. И қандай дискретті талап тұрады. Дискретті тапсырма оқыспай қойыңыздар. Балаға бірден тақырып бересіздер, осы тақырыпқа сәйкес репортаж жазыңдар дейсіздер де, қадам талап айтылады. Сонда жалпы көп тұста ғой, сіздер ашық хат турысында, мақсат тұрады. Білім деңгейі талдау, жинақтау, бағалауға шабіресіздер. Критерий біреу болады. Сосын не жазыңдар? Сәлет қалай жаңағы? Ашық. Жоқ, тақырыбы қалай? Ғалымды жаһандық мәселе. Жаһандық мәселе тақырыбында ашық хат жазыңдар. Кімге ашық хат жазыңдар? Мұндай департаментке ашық жазыңдар дейді. Енді қадам қойыңыз. Неме кете береді, мұсылман? Енді көрейік. Так, ең шумный топ бізде үшінші бастаңыздар. Біз шуладық па сондай хатта? Біз өзімізге біліп тұрады. Біз масын бастаймыз. Ғаламдағы жаһандық мәселелер. Біз өзімізше сіздер шулады деп бір деп миымызға шу. Бізге нанымдық жазылымның түрлері бойынша ашық хат келді. Ашық хаттың яғни тақырыбы бүкіл жаңағы ғаламдық әлемдік жаһандандыру мәселесі бойынша. Ашық хатымызды жаздық біз. Ашық хат халықаралық қатынастарды реттейтін, құқығын қорғайтын ұйымға. Анияң бәрі арымды болып қалды. Біз неқтан бәрі Ашық хат халықаралық қатынастарды реттейтін, құқығын қорғайтын ұйымға. Ресей мен Украина арасындағы соғыс бүкіл әлемдік жаһандық мәселе болып отыр. Соның ішінде шекаралас қазақ еліне экономикалық және саяси әсері ықпалы көрініс табуда. Оның бірқатар себептері жер дауы, Ресей елінің әлемдік билікке ұмтылуы, ел ішінде ұлттарға іріктесуі, соның салдарынан бейбіт жатқан халықтың шығынға ұшырауы, елдер арасында сауда-саттықтың бұзылуы, экономикалық дағдарыстың белең алуы үлкен қиындық тудыруда. Бұл сөзімізге дәлел ретінде қақтығыстан қаза тапқандар саны бойынша қазақтар, дағыстандар, татарлар мен башқұрттар басым бөлігінде тұр. Нақтылай түсек, 50 қазақтың аты жөні анықталды. Бастапқы 4 айда 3977 бейбіт қаза тапты. Оның 259-ы балалар. Қазіргі деректе Мариуполь қаласының өзінде 20 мың бейбіт тұрғын қаза тапты. Босқындар саны күніне нақты дерекке күніне 30% артып отыр. 10%-дан. Соғыстың әсерінен елдер арасында сауда-саттықтың 25% төмендеді. Құрметті халықаралық қатынастар реттейтін ұйым төрағасы, сізден өтініп сұрайтынымыз, халықаралық ұйымның төрағасы ретінде соғыстың тоқтатуына ықпал жасау, екі тараптың
екі тараптың да бейбітшілікке жеткізуді шешудің бейбіт жолдарын тауып, келіссөздер процесін бастауға шақыруыңызды сұраймыз. Нәтиже енді біздің Қызылорда облысының мұғалімдері атынан шығармашылық. Бейбіт өмір ғалам үшін зор бақыт. Байлық таппас ешкім елді сорлатып. Халық қаны төгілмесін ешқашан, бақыт елді сәбилерді жылатып. Босқын елді сәбилерді жылатып. Ашық хаттың астында. Енді болу керек. Бейбіт өмір ғалам үшін зор бақыт. Байлық таппас ешкім елді бақыт сорлатып. Халық қаны төгілмесін ешқашан, босқын елді сәбилерді жылатып. Осылай шулап атқанымыз барамда. Енді қаны ғой. Осы қайтып қапырамыз шулап атқан. Саяси тақы өте саясат. Ашықтықта, так жауап беретін сіздер жылырақ қойды. Ашықтықта, талаптарға сәйкес мәселе көтерілгенде себептері бар ма, салдары бар ма, дәлел бар ма, шешім бар ма, меселе бар ма? Бұл бар емес, бұл рефлексия жасау. Ашық хатта ғаламшардағы мәселелер ғой бұл жерде. Ашық хатта нақты нелер берілген, фактілер берілген, я? Сұрақ бар. Ашық хатта мәселе анық көрініс тапқан ба? Мәселелердің себептері аталған ба? Салдары болжанған ба? Салдарына дәлелдер бар ма? Шешімі бар ма? Не бесақ отырын санлық? Конкретно жауап вообще оқушылар жүретіңіздер, иә? Ауып кетпесін, бірінсе кетпесін, яғни бірінсе айтпасын, маған нақты ашық хатты толқындадым. Мазмұнына сәйкес мәселе көтерілген, әлемдік қауіпсіздік мәселесі көтеріліп тұр. Жақсы. Себеп қандай болып тұр, бар ма? Себеп бар ма? Әлемдік билікке ұмтылуы, ел ішінде ұлтаралық үрдіске түсуі, себептер Келесі салдары. Хатты тыңдамағансыздар. бір-біріне байланысты елдердің арасында сауда-саттықтың бұзылуы, халықтың босқын санының артуы, экономикалық дағдарысқа ұшырау, сосын бейбіт халықтың шығынға ұшырауы. Ананың салдары Мен сізге іздеп жатырмын. Бұл не бағамдау. Келесі эвалюация деген нәрсе бар ма? Оқытуда эвалюция болса. Қайта ойлану деген бар. Енді бізде не бар? Соның ішінде біздің енді не отырғанымыз жаңа мұсылман елдердің бірінші қайтыс болуы болып тұр ғой. орыстар емес екен. Бұл сөзімізде дәлелдеп тұр ғой, қақтығыстан қаза тапқандар саны бойынша қазақтар, дағыстандықтар, татарлар мен башқұрттар басым бөлігінде тұр. Басым бөлігі екен. Бұл дәлел. Бұл дәлеліміз біздің. Енді маған факт деген бар, иә? Нақтылай оның елуі қазақ. Елу қазақтың аты. Ақпараттың қайсысы? Деталь деген осы. 3097 адам қайтыс болды. Оның ішінде 256-сы бала деп соны. Анау тұрған дәлел деген нәрсе ақпараттың нақтысы бар. Факта қанша? Факт бойынша болжап, менің деталь ақпаратым болады. Негізгі қосымша деп бөліп қой. Ақпараттың нақты дәлел бар. Дәлел болса енді факт. Жақсы, енді мәселенің шешімі бар ма? Шешіміне енді ұсыныс айттық енді. Шешімі мына жерде халықаралық қатынастарды реттейтін ұйымның төрағасына сізден өтініп сұрадық. Халықаралық ұйымның төрағасы ретінде соғыстың тоқтатуына ықпал жасау, екі тараптың бейбітшілікке қол жеткізіп, қақтығысты шешудің бейбіт жолдарын тауып, келіссөздер процесін бастауға шақыруды сұрадық. Енді бұл халықаралық мәселе ретінде бұны қарасын деп тұрып қой. Екі елдің арасындағы. Демек, ашық хаттың мақсаты сол екен, иә? Проблеманы өшіріп қою, себептерін атау, салдарын дәлел жауап, шешу соғышу, иә? Демек, нақты жауап бар біліп тұрмын. Бірақ сізге келіп жатыр, қайтадан шешіп келіп жатыр.
мынау дәл осы жолмен балаға ашыққа жазғызу өте оңай екен. Бере салмай мынандай ше дәл осы жолда осымен бала қоймайды екен да. Біз өзіміз оқушылар осы жолға қарап отырып жаздық. Скелетін құрып алып, Мына жолдар ше. бірақ мәселе ол бірақ қана карта мәселе бірінші мәселе қойылу бар. Ауаның алсам деген бар. Ауаға көп фактор емес. Бірінші фактор не? Космодром, екінші фактор уран, үшінші фактор мынау қалқын тығыздығы деген нәрсе факторлар. Мына бір фактор, екі бәрі факторлар. Асыл бір фактор қазір халықаралық тәжірибесі. Соғыс және бейбітшілік мәселесі. Сіздер бір жыл бала өспесеңіздер болады. Прямо бұл картаны беріңіздер балаға. Бірінші фактор беріңіздер. Мына фактор бойынша. Өйткені бөлім бойынша айтпайды олар. Бөлім бойынша бір күні ауа ластануы, бір күні қабылу деген секілді бәрі қосылады. Түсінікті ма? Так, енді біздің бағалап кеткенді айтайыншы. Так, дескриптор бойынша бірінші стилі, құрылымы, жанры дұрыс сақталған. Иә. Балл қойайын ба, қоймайын ба? Қойайыншы. Қойғаныңыз дұрыс қой, иә? Иә, 3 балл. Так, сосын екіншісі нақты дерек келтіре отырып ашылған. Сосын орфография пунктуация сақтаған көрген жоқ, қазір көріп айтамын. Өзі идеясы айтқансыздар. Идея мынау ұсыныста тұрады. Жақсы, 10 балл қоямын. Бірақ шулағандар үшін 1 балл кемсең 9 балл қоямын. Енді бұлар көп қой енді сосын. Тойда бағым бар, қазір халықтарға не ғой, кейін еңбек той бастар ғой негізінде. Соны бір жас жігіт шықты егорда, заменяющий тамара. Сөйтті оның әдісі бар екен осылай. Тапсырма береді екен да, жаңағы түрлі. Сөйтсек, ана бәрі шулайды ғой енді. Ана кісінің қисайып отырған үшін 50 балл түседі дейді. Ана кісі шоколадқа деп қосады екен де бірінші алып қояды екен. Соғысақ әдемі той болды да. Сонымен призі берілмей қалады. Самайды жаңағы хижабпен апа бар ғой. Барынша айтып отыр сыпайы болып. Бірақ ана топқа тапсырмай кезде қызып кетті да. Енді ерекше бір көрсетті деген кезде ыстығына барып қалды кішкене. Айыстырам. Сөйтсе бірден баламен көтеріп рейтинг көтеріп да. Мәдам қағазға қаржасыға бірінші өріп деймін. Соғысақ сәге 10 балл қоямын, бірақ шоламады. Так, давайте рахмет.